100-ден 80 азайтамыз. Шыққан санға 4-ті бөлеміз. Керемет. Шыққан санды 8-ге көбейтеміз. Балалар, жаңа өздеріңіз тапқан 6 әріптен тұратын мен қазірге бір сөзді жасырып көремін. Табамыз ба? Голубой. 45. Тамаша. Соңғысы? Ат. Жауабы? Бұл аспаптарды біздер жанды дауыста тыңдап көрейікші. Біздің сыныпта осы аспаптарды орындай алатын оқушыларымыз бар. Алина, келе ғой, және Дария. Сегіз. Елу сегізден тоқтадық. Бұл оқушылардікі дұрыс деген сөз. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Бұл 7 нотаның астындағы сандарда бір сан жасырып тұр. Бұл сан қандай нотада тұр? Ми деген нотада тұр екен. Енді мінекей біздерде флейтаның тапсырмасы қалды. Бұл флейтада біздерде сиқырлы таяқшаның суреті тұр. Осы сиқырлы таяқша арқылы мен қазір 3 оқушыны тақтаға 7-ші есепті шығаруға тақтаға шығарамын. Алина біріншісін жаза бер тақтаға. Келесі Дария және де Риша. 4-ті 3-ке көбейтіп, шыққан санға бір қалдықты қостым. Сонда? Сонда 13 шықты жаза. Егер де мен бүгінгі сабақта олардың мәліметтерді дұрыс түсіндім, симфониялық оркестрлардың барлығын атауларын танып, біліп алдым, күрделі теңдеуді ықшамдайды білемін десеңіздер, онда оркестрдің бірінші қатарына келіп, өздеріңіздің суреттеріңізді жарыстырасыздар. Егер де мен әлі білімімді толықтырғым керек, әлі де аспаптардың аттарын жаттап алғым керек десеңіздер, екінші оркестрдің қатарына орналасамыз. Ал егер де мен бүгінгі сабақтарын ештеңе түсінбедім, маған түсініксіз болды десеңіздер, оркестрдің соңғы қатарына келіп орналасамыз. Жаттай алмай шатастырып жатырмын. Сондықтан осы тақырыпты тағы да қайталаймын. Тамаша, мен саған сенемін, барлығы жаттап алды.